Абайдың қара сөздері қазақтың ұлы ақыны Абайдың өмірінің соңғы жылдары жазылған фәлсапалық шығармасы. Қара сөзі, қара өлеңі қарымды, толғайды Абай мұнымен зарымды. Абай сынды дана туған халықтың ұл қызы да болу керек дарынды. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын білдік. Барлығы қошлық екен білдік. Ал енді қалған өмірімізді не қып қайтып өткізбекпіз? Осыны таба алмай өзімде қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бағамын демесе, не албыртқан, не көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызғын өзін түгел көре алмайтұғын ұрғы, зауын тілеместектердің азығын бақып беремін деп, қалған өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ, ол да болмайды. Ғылым бағар да, ғылым сөзін сөйлесер де адам жоқ. Білгенді кімге айтасың? Білмегенді кімнен сұрайсың? Елсіз күнсізде кеземен жайып салып, қолына кезін алып отырғаның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарқатсар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатын күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не қылып жүрген күнімізде ешбір тыныштық жоқ. Осы елде, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім. Қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағамын? Қай елге қосайын, қай харекетке қосайын? Балалар өздерінің ілгері өмірінің, білімінің тыныштықпен керерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қылдерімді де біле алмай отырмын. Не болсын деп бағамын? Онда ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым. Осы ойыма келген нәрселерді қағаз бетіне жаза берейін. Кім-кім ішінен керекті сөз тапса жазып алсын. Я оқысын. Керегі жоқ болса, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.